Саламатсыңдар ма, құрметті балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі қазақ тілі сабағынан өтетін ашық сабағымыздың тақырыбы дауыссыз К мен Г дыбысының айтылуы және жазылуы. Бұл сабақтың мақсаты оқушыларға дауыссыз К мен Г дыбыстарының қалай айтылатынын, дауысты дыбыстары қосылғанда өзгеріске ұшырайтынын түсіндіру, оқушылардың пәнге деген қызығушылықтарын арттыру, зейінін, есте сақтау, қабылдау қабілеттерін дамыту және де балаларды ұйымшылдыққа, зеректікке, көркем жазуға, байқампаздыққа баулу. Дос бауыр көп, туыс ауыл жоқ, ай қара ашық есігім, ұлы отаным, гүл отаным, тыныштықтың белгісі. Тілегі бір, жүрегі бір, достармен біз біргеміз. Туыс барда, құрыштан да, берік біздің іргеміз. Өлең бізді татулыққа, ынтымаққа, бейбітшілікке тәрбиелейді. Бұл жерде өзгеріске ұшыраған сөздер есік, есігі, бесік, бесігі, жүрек, жүрегі, тірек, тірегі. Өлеңде серік сөзі өзгеріске ұшыраған себебі К дыбысынан кейін дауысты дыбысы келсе, ол Г дыбысына айналады. Серік, серігі, К қатаң, дауыссыз, Г ұяң, дауыссыз. Сөз соңындағы К дыбысынан кейін дауысты дыбыс келсе, ол Г дыбысына айналады. Тілек, тілегі, серік, серігі, әйнек, әйнегі, халқымыздың серігі, жақсылардың серігі. Күрестерден шыныққан ағаларға мен іні. Берген әріптерді пайдаланып, бос тұрған көздерге мынандай қылып әріптерді қойып шығамыз. Сонда бірлік болмас, тірлік болмас деген мақал шығады. Атам мені құлыным дейді, әжем мені боташым дейді, әкем мені шырағым дейді, шешем мені қозым дейді, айналайын жаным дейді. Ал шынында мен кіммін? Мен Әлайдар Аян Әлібек қызымын. Болашақ жалпы орта мектебі 2-ші сынып оқимын. Әжемнің аты Дүйсенкүл. Осы отбасында туып өскеніме өте қатты қуаныштымын. Менің міндетім жақсы оқып, елге көмек беру. Қандай маман иесі боласың? Мен дәрігер болып, көп адамның жанын сақтап қалғым келеді. Жаңағы өлең не туралы айтылған? Еркелеткен бала туралы айтылған. Атасының, әжесінің, анасының, әкесінің баласын еркелету туралы айтылған ба? Ояң дауыссыз дыбыстап, Б, В, Г, Г, Д, Ж, З. Үнді дауыссыз дыбыстар Л, М, Н, Ң, Р, Е, У. Қазақ тілінде қатаң дауыссыз дыбыстар К, Қ, Қ, С, Т, Ф, Х, Х, Ц, Ш,
чычак